Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл фунчоза салатының етсіз дайындалатын нұсқасымен таныстырғым келеді. Ал ендеше кеттік. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Болгар тәтті бұрышын және пиязды тураймыз. 2 сәбізді майдалап тураймыз. Бір қиярды да үлкенірек қылып тураймыз. Көк пиязды тураймыз. Көкөністерді турап болғаннан кейін фунчозаны дайындауға кірісемін. 2 фунчозаны алып, ыстық суға 5-7 минутқа бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысқа көкөністердің бәрін салып, кинза дәмдеу үшін себеміз. Қызыл бұрыш қосамыз, қара бұрыш қосамыз. Бөлек ыдысқа 2 ас қасық сұйық май, жарты ас қасық 6% уксус, ас қасық соя соусын, 1 шай қасық қант және жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Фунчозаның суын ағызамыз, көкөністерге қосып, соусымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да дәмін көріп, қажеті бойынша тұз, бұрышты себеміз. Жақсылап араластырғаннан кейін 3 бас сарымсақты езгілеп, салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Асханаға арналған пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Біздің етсіз дайындалған фунчозамыз дайын, достар, ас болсын.